Сәлем достар, сіздермен бірге Башир Сымбат. Бүгін біз сіздерге өте дәмді және де оңай дайындалатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен ыдысқа жылы сүт құямыз. Одан кейін кішкене майонез қосамыз. Майонездің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Одан кейін тұз. Сосын өз қалауларыңызша қант қоссаңыздар болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ары қарай жылы су құямыз. Жылы суды құйып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Ары қарай електен алдын ала өткізілген ұнды саламыз. Ұнды салып болғаннан кейін қопсытқыш саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Тағы кішкене ұн саламыз. Қамырды ары қарай қолмен араластырамыз да осындай қамыр илейміз. Бұл қамырдың фишкасы, біз бұған кішкене сұйық май қосамыз. Сол кезде біздің бауырсағымыз пышный және әдемі болып піседі. Осылай жақсылап қолмен араластырамыз. Одан кейін біз ұн жағып, үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жаятындай қыламыз. Одан кейін кішкентай оқтаудың көмегімен тесті жаямыз. Тестамыз қатты жұқа болып кетпеуі керек. Осылай кесеміз. Пышақтың көмегімен де кесек болады. Майымыздың қатты қызып тұрғаны жақсы, себебі 1 минут болмай екі жағы да қызарып піседі. Міне осылай бауырсағымызды аламыз да. Бауырсағымызды аламыз. Ары қарай қалғандарын да қуырамыз. Одан кейін осындай пышный бауырсақтар дайын. Астарыңыз дәмді болсын.